Алғыс айту күніне орай облыстық тарихи өлкетану музейінде алғысым жүректен шығады көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеде қуғын-сүргін құрбандар туралы баяндайтын бірегей құжаттар жинақталған. Шараға мектеп оқушылары мен неміс этномәдени орталығының мүшелері де қатысты. Баршаларыңызды алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстан халқы 2016 жылдан бастап алғыс айту күнін атап өтеді. Қилы замандарда елімізге қоныс аударған этнос өкілдерінің қазақ халқына бауырмалдығы үшін өз ризашылықтарын білдіруден басталды. Көрме шымылдығын мектеп оқушылары алғыс сөзбен ашты. Неміс этномәдени орталығының мүшелері Шығыс Қазақстан өңіріне жер аударылған жақындарын еске алды. Көрменің мақсаты неде? Ол бізде алғыс айту күні қайдан шықты жалпы? Бұл өзге ұлттың күштеп қоныс аударуынан бастауын алады. Соның ішінде неміс, кәріс, белорус, чечен, тағы да басқа ұлттар бар. Солардың ата-бабалар дейді ғой, енді бізде потомоктары бар қазір, ұрпақтары дейік. Соның алдындағы әке-шешелері өте сондай бір қайғылы тарихи жағдайда көші-қонға ұшырап біздің осы Шығыс Қазақстан облысына мекен еткен. Көрмеде қиыр шығыс мұрағатынан алынған кәрістерді депортациялау туралы құжаттар ұсынылған. Қазақстанға 2789 отбасы, 98454 адам қоныстандырылды. Ал 1941 жылы 29 тамызда немістерді қоныстандыру туралы қаулы қабылданған. Сол уақытта шығысқа 32 мың адам келген. Көрмеде жер аударылған неміс отбасыларының фотосуреттері қойылған. Суреттердің ішінде неміс этномәдени бірлестігінің мүшесі Лидия Генриховнаның отбасы да бар. Олар Саратов облысы Бальцер қаласынан жер аударылған. Очень рада, что я живу в этой прекрасной стране. Мен осы елде тұрып жатқаныма қуаныштымын. Баршаңызды алғыс айту мерекесімен құттықтаймын. Әрқашан үлкенді сыйлайтын, жылы жүздерімен қарсы алатын қазақ еліне алғысым шексіз. Қызым қазір Германияда тұрады. Мені сол жаққа барып тұруға шақырады. Алайда мен туып өскен отанымды тастап кете алмаймын. Өз халқымды жақсы көремін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шара соңында неміс этномәдени бірлестігінің мүшелері әннен шашу шашты. Көрмеге келген оқушылар бұл күннің маңыздылығынан хабардар болды. Елге еңбегі сіңген әр азаматқа құрмет қай кезеңде де жоғары екенін ұғынды. Шынар Дүйсенғали, Мейір Асхатұлы, Алтай ақпарат.